Енді осы жерде басқа бір мәселе бар. Ол мәселе мынау, намазға келгенде сол 27 есе сауапты алу үшін қандай амалдар істеу керек? Өзі бір кейбір мәселе тоқтағым келеді. Ол мәселе әрбір жамағаттың кейбір жамағаттар оған көңіл бөлмейді. Мешітке келген кезде сап түзу деген бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Сау суфуфакум ла тахталифу". Саптар түзетіңдер. Истау деп артық сөзбен. Сап түзу болсын. Алла тағала қисық сапқа қарамайды деп хадисте айтады. Инналлаху ла янзуру иля саффил ауаж. Қисық сапқа Алла тағала қарамайды. Яғни сауап деген кем болады. Алла тағала қарамаса сауап болмайды деген сөз ғой сол. Сондықтан сауап түзу болу керек, сапты түзету керек. Одан кейін кейбір адамдар сапты түзу қылмаудың бір себептер жасайды әртүрлі. Бір сылтау табады. Ол сылтау қандай? Көбінесе байқалатын мешітте болатын жағдай. Мысалы, сапта тұрады, сап тығыз болуы мүмкін кей кезде. Өйткені тығыз болу да керек. Өйткені Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам бір сөзінде айтады: "Суддул фурудж". Ашық жерді қалдырмаңдар, сапта бос жер қалмасын. Сол кезде шайтанға орын бермеңдер. Өйткені сол жерде шайтан тұрады, шайтан тұрса, ол да сауап деген жоқ болып кетуі мүмкін. 27 есе сауап алмай кетесің, ондай қателік жүрсе, егер шайтан бір сапта тұрса деген. Сол үшін ашық жер қалмасын, сол араларында шайтан тұрмасын деп, аузу билля деп, не қылыңдар деп. Енді сол кезде тығыз болып кетуі мүмкін сап. Кейбір адамдар сапты сол түзу енді тығыз қылғанда иықтармен тіреліп қалады, иық қатты тіреліп тұрады, бір не болады, жандар, иықтың жаны. Сол кезде содан қысылып, денесін алдыға шығарады, кішкене алдыға немесе шегінеді артқа былай. Сонымен сап қисық істеп болып кетеді. Қадаммен алдыға шығып кетеді, иықтармен тірелмеу үшін немесе артқа шегінеді. Сонымен жаңағы бір жағынан сап арасында бос орын жоқ, бірақ сапты қисық жасап қойды. Өйткені өзінше ыңғайсыз болып сезеді. Онда несі бар? Бұл алдымен сен тірелсең, артымен тірелсең біреуге басқа нәрсе, иығын сен біреуге жанымен тіреліп тұрса, онда не бар? Қандай ыңғайсыздық бар? Неге маза